Армысыз құрметті көрермен, кезек сұр сұхбат айдарында. Бүгінгі біздің қонағымыз Байқоңыр футбол клубының ойыншысы Сүйіндік Көшеков. Бүгін біз қонағымызбен Аманат PlayStation залында кездеспекпіз. Сүйіндік, қайырлы күн. Жалпы жиі келіп осында ойнап тұрасыз ба? Аптасына 2 ретке балдармен ойнап тұрамыз, командадағы балдармен. Арамызда жақсы ойнайтын Азамат Исмаев, Медет Төлегенов. Көбінесе қай команданы таңдайсыз? Көбінесе Барселона командасын таңдаймын. Жалпы бұл дүниемен қалай ойнаймыз? Қай тетікшелерді басады? Мынау 4 бұрыш бұл пас береді. Мынау нолик бұл ворота құрады. Ал мынау астындағы екі тетік хат жүгіреді. Мынаумен ортаға пас бересіз. Мынаумен қарсыласаң допты алып қоясыз X-пен. Ендеше команда таңдайық. Менің сүйікті командам Реал. Ендеше маған сол команданы таңдап беріңіз. Жарайды. Сіз Реалды таңдаңыз, мен Барселона командасын таңдаймын. Ойынды бастайық. Сүйіндік, кеше Байқоңыр командасы Теміртауда Болат командасымен кездесті, бірақ сіз онда барған жоқсыз. Не себептен Қызылордада қалып қойдыңыз? Осы айда 19 қыркүйекте үйде болған ойында Ақжайыққа қарсы. Сол ойында жарақат алып қалдым, сол себепті бармадым. Жарақатыңыз ауыр емес пе? Жалпы футболға, жасыл алаңға қашан ораласыз? Жоқ, жарақатым ауыр емес. Құдай қаласа 1-2 күнде жасыл алаңға шығамын. Байқоңыр келесі ойынның 3 қазан күні өз жерімізде өткіземіз. Екібастұз командасын қабылдаймыз. Жалпы бұл ойыннан не күтуге болады? Біз Екібастұз командасы сыртта 2-1 есебімен жеңгенбіз. Ендігі ойында, үйде қабылдайтын ойында бізде жақсы жағынан көрсетіп, ұтамыз деген сенімдеміз. 4 қазан күні Бағдат Исмаевтың үйлену тойы. Бағдат Исмаевқа сол күні Құдай қаласа жеңіп, сыйлық жасағаны келеді. Биыл Байқоңыр командасы бірінші лигада қай орыннан көрінуге қауқарлы? Біздің қазіргі алға қойған мақсатымыз осы біріншілікте 8-ші орында бітіру. Құдай қаласа команда болып, сол 8-ші орында бітіруге сенімдіміз. Сүйіндік, өзіңіз білесіз, Байқоңыр командасы қызылордалық ойыншылар үшін құрылған, және де Қайсарға екінші қосалқы команда ретінде құрылды. Жалпы қазіргі таңда Байқоңыр сапында ойнап жүрген ойыншылардан Қайсар сапына ауыса алатын кімдерді атай аласыз? Ешкімді жарып білмеген дұрыс болар, өйткені Қайсардан ұсталса Байқоңырдың ойыншылары бас бапкердің үмітін ақтайды деп сенемін. Егер қазір Қайсардың бас бапкері сізді командаға шақырса, премьер-лигада ойнауға дайынсыз ба? Әрине, қазір Қайсардан ұсыныс туса, бас бапкердің және де жанкүйерлердің үмітін ақтаймын деп ойлаймын. Өзіңіз кезінде Қайсардың сапында ойнаған ойыншысы, жалпы қасқырлардың сапында жүріп, ең алғаш алаңға шыққан кезіңіз есіңізде ме? Есімде 2009 жылы 14 қыркүйекте Тараз командасына қарсы шыққанмын. Ол өкінішке ол ойында 2-2 есебімен ұтылып қалдық. Ал жалпы футболмен неше жастан бастап айналысып келесіз? Футболмен 7-8 жасымда шұғылданып келемін. Өзімнің жастық шақты Шиелі ауданында өткіздім. Алғашқы тренерім Нұрмаш Аманқұлов. Сол жақта ойнап жүріп, Қайсардың құрамына 2009-да шақыртып алып, сол 2009-дан бері ойнап келемін. Отбасыңызда сізден басқа футболмен айналысатын адам бар ма? Өзімнің жақын ағам болған Дархан Бекішев. Ол да кезінде Қайсарда ойнады. 7-8 жыл. Сосын 2007-те футболда аяқтады. Сол кезде ағама қызығатын тұғым. Мүмкін сол ағама қызығып, сол футболға келген себебім сол да ойлаймын. Сұхбатымыздың соңында жеке өміріңіз жайлы айтып өтсеңіз, жасыңыз 25-те, бірақ әлі күнге дейін бойдақсыз.
Не себепті үйленбей жүрсіз? Жалпы сүйген қызыңыз бар ма? Үш ағайындымыз. Мен үйдің кішісімін. Құдай қаласа 2016 жылы шаңырақ құрсам ба деген ниетім бар. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі біздің сұхбатымыз да, ойынымыз да тәмам. Сүйіндік Көжековтің Барселона командасы менің Реалымды 2-0 есебімен жеңіп кетті. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар дейміз, апта сәттілікке толы болсын.